Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Әзіл әлемі театры еліміздің батыс аймағына өзінің гастроль сапары аяқтады. Біз барша Ақтөбе, Орал, Ақсай, Атырау, Жаңаөзен, Ақтау қаласындағы барлық көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Кездескенше достар. Ал енді біз еліміздің шығыс аймағына жол жүріп бара жатырмыз. Нақтырақ айтқанда бастап кеттік. Кеше Екібастұз қаласы, 17 мамыр күні бүгін Павлодар қаласындамыз, 18-і, 19 күні Өскемен қаласы, 20-сы Семей қаласында, одан ары қарай еліміздің оңтүстік аймағы 21 маусым күні Талдықорған, 22-сі Алматы қаласындамыз, 23-і Шымкент қаласында, 24-і Қызылорда, 25-і Сәтбаев қаласы, 26-сы Жезқазған қаласында боламыз. Еліміздің орталық Қазақстан, нақтырақ айтсақ, Ұлытау облысында. Кездескенше достар. Арада 20 жыл өткен емес, ал жаңағыдай жазып отырғанда, ашып отырғанда көптер аши берсін. А мен ары қарай жұмысын істей беремін. Құрметті достар, ардақты ағайын, құрметті қазақ елі. Мен осы түсіністікпен қараған бар халқына, көрермендеріме алғыс білдіремін. Давлением кішкене төмен түсіп кетсе, аман болайық. Баршаңызға рахмет. Концертіне енді билеттер таусылды деп, көптеген көрермендердің сұрауы бойынша біз тағы да концерт аштық 21:30-ға. Сондықтан да билеттер Тикетон сайтында. Асығыңыздар. Концертте жүздескенше жаңа бағдарлама эстрада жұлдыздарының қатысуымен. Өзің жұбайыңа есімі Гүлнұр. Гүлнұрге жақында қысылмаш, ұялмаңдар. Давайте бір поддержка беріп қояйық. Оңай емес біз еркектерге. Біз жалпы мына халықтың көзінше айта алмайсың ғой. Біреу басқа қызға айтқанда өлтіреміз. Давай кеттік. Қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болайық. Мың алғыс. Қошша. Құрметті қазақстандықтар, құрметті достар, әсіресе Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында құрметті жерлестер, кейбір адамдар пайда болған екен. Ұялы телефондарыңызға хабарласып, ата әжелер, аға жеңгелер, сақ болыңыздаршы. Банктенбіз деп хабарласады екен де, құжатыңызды жіберіңіз, немесе сізге бір SMS келеді, соны бізге жіберіңіз. Сіздің жаңағы банковский счетыңызды бұзайын деп жатыр, біреулер кредит алайын деп жатыр деп жалған өтірік жаңағы бір алаяқтар пайда болған екен. Солардан сақ болыңыздар. Әсіресе жайте полициядан біз деп хабарласады екен. Ұлыңыз, қызыңыз бізде отыр. Жаңағы бірдеңе бұзды, бірдеңе қиратты, немесе тағы деп өтірік алдап, тәртіп бұзды деп сіздер осы Каспий Голдқа ақша жіберіңіздер. Сосын біз жаңағы балдарыңызды жібереміз деген сияқты өтірік бір жалған ақпараттар, жалған сіздерге қоңырау шалады екен. Сондайлардан сақ болыңыздар, ешкімге сенбеңіздер. Тек бір танитын адамдармен хабарласып жүріңіздерші әзірге. Өйткені неше түрлі бір адамдар пайда болып жатыр деп жатыр. Орыс тілінде сөйлесетіндер бар, қазақ тілінде сөйлесетіндер бар. Банк деп отырмыз деп айналасына кәдімгідей интершум қосып қояды. Кәдімгі адамдар шулап атады, банктың іші секілді, немесе бір полицияның іші секілді кәдімгідей атмосфера создавать етіп, неше түрлі жаңағыдай қоңырау шалып, алданып қалып жатырған жандар бар екен. Сақ болайық, сақ болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті жерлестер, құрметті бауырлар.